Сәлем достар, қазіргі кезеңде тренд болып жатқан кішкене жастықпен көрпешенің тігілу әдісімен бөлісетін боламын. Бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге королевский барқыт матасына қиынды керек болады, ұзындығы және биіктігі 40-40. Астары ретінде осындай шыт матасын қолданатын боламын, немесе бөз матасын қолдансаңыздар да болады. Сонымен қатар ені 5 см, ұзындығы 40 см болатын 4 штук қиынды керек болады. Паутинка матасына өзімізге керек оюымызды сызып аламыз да, королевский барқыт матасының артқы жағына қойып, үстіне пергамент қағазын қойып, үтіктеп жабыстырып аламыз. Жабыстырғаннан кейін жайменде пергамент қағазын алып, тастағанда әдемі жабысқақ матамыз дайын болады. Сонымен қатар керек оюымызды қиып аламыз. Дайын болған оюымызды жабыстыруымыз үшін ең алдымен ортасын табамыз. Ол үшін матаны төртке бүктеп, ортасын қайырған кезде осындай із қалып қояды, сол ортасы. Соның үстіне оюымызды жабыстырып, үстіне пергамент қағазын қойып, әдемілеп үтіктеп алсаңыздар, яғни оюымыз жабысып қалады. Енді тігін мәшинесін зигзагқа қоямыз да, манағы жабыстырған оюымыздың үстінен әдемілеп зигзагпен тігіп шығамыз. Ең бастысы асықпай тігу керек, сол кезде осындай әдемі ғана тігіс шығады. Ендігі кезекте матамыздың оң беттерін қарама-қарсы қойып, ортасына манағы қиып дайындап қойған ақ матамыздың оң жағын қойып, инемен қыстырып, әдемілеп тігіп аламыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Тігіп бастаған мезетте бір саусақтай орын қалдырамыз да жалғастырып тігеміз. Аяқтайтын кезде де бір саусақтай орын қалдырып аяқтаймыз. Мінекей қараңыздар, шу әдемі болып келе жатыр. Мінекей тігіп болдық. Енді келесі қапталын тігуіміз үшін осы қалдырған ортаға екінші матаны жалғастырамыз. Солайынша әдемілеп тігіп шығамыз. Мінекей матамыздың үш жағын тігіп болғаннан кейін ортасынан шамалы орын қалдырамыз да, осы ортадан матамызды оң қаратып аламыз. Ендігі кезекте шыт матамыздың, яғни астарын тігіп шығамыз. Астарының үш жағында тоқтамастан тігіп шығамыз да, төртінші жағынан шамалы ғана орын қалдырып қоямыз. Матамызды тегіс қылып теріс жағынан жайып, үстіне мақтамызды немесе синтефонымызды қойып шығамыз. Қойып шыққаннан кейін шетінен бастап, яғни қалдырып кеткен тігістің қарама-қарсы жағынан бастап ораймыз. Орап болғаннан кейін міне қалдырып кеткен тесіктен жаймендеп оңға қаратып шығамыз. Мінекей оң жағына қаратып болдық. Қаратып болғаннан кейін барып, шетінен ұстап, астыңғы жерінен тартсаңыздар, міне видеодағыдай тез ғана оратылып әдемі болып шыға қояды. Теп-тегіс болып шығады. Қалған жерлеріне егерде мақта аз десеңіздер, үстіне қосып салып, манағы тастап кеткен орынды әдемілеп тігіп шығамыз. Енді тігіп болғаннан кейін манағы қызыл матамыздың ішіне саламыз. Салып, артық тастап кеткен орнымызды қолмен тігіп шығамыз. Матамызы орнына әдемі келу үшін мен осылай сабаумен ұрып шығамын екі жағынан. Сол кезде төсегіміз әп-әдемі болып шыға келеді. Мақтамыз қозғалып кетпес үшін мен осылай жіпті 4 қабаттап
қақ ортасынан біреуі, 4 қапталынан 4-еуін салып, барлығын 5-еу етіп осылай байлап шығамын. Бұның атауы қалай ататынын білмеймін. Сондықтан да осыны мақтаны қозғалтпас үшін өстіп әдемілеп тігіп шығамын. Мінекей осындай кішкене ғана көрпешеміз дайын болды. Қараңыздаршы қандай әдемі, ең бастысы жұп-жұмсақ болып шықты және көлемді. Бұны мен өзімнің қызымның балабақшасына арнап тіккен болатынмын. Қараңыздаршы қандай әдемі. Сонымен қатар осы оюды ішін ойып алғаннан кейін сыртында қалған оюға міне осылай жабыстырып алып, оны да әдемілеп жастық қылып жасауға болады. Жастық пен көрпенің айырмашылығы енді мына жерде мақтасында. Бір сөзбен айтқанда мақтасында айырмашылығы бар. Ал көлемдері бірдей. Мынаның мақтасы аз болғандықтан бұны төсек қылдым, мынаның мақтасы көп болғандықтан бұны жастық қылдым. Бұл жастық шынта жастық деп аталады. Қараңыздар, бағалап кетіңіздер. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Ақтолқын Қалымқызы, сонымен бірге каналыма тіркеле кетіңіздер. Ішінде көптеген қызықты ақпараттар бар.